Баршаларыңызға сәлем. Бүгін дәл осындай өте жұмсақ, өте нәзік болып шығатын өріктен пирог әзірлейтін боламыз. Алдыменен бізге бұл пирогымызды әзірлеу үшін бөлме температурасында тұрған сары майымыз қажет болады. Және үстіне қантымызды салып, барлығын миксерімізбен араластырып аламыз. Алдыменен баяу бастап, кейін күшін көбейтеміз. Кейін үстіне жұмыртқамызды саламыз. Мен барлық мөлшерін осы видео астында қалдырған болатынмын, сол бойынша қарап жасасаңыздар болады. Салып, миксерімізбен біркелкі массаға келіп алуымыз қажет. Бұл пирог өте оңай әзірленеді, сол себепті жарты сағаттың ішінде жасап пісіре аласыздар. Кейін үстіне ұнымызды салуымыз қажет. Ол үшін біз електен өткізілген ұнымызға ванилинімізді және бір шай қасық қопсытқышымызды салып, ұнымызбен араластырып аламыз. Кейін ұнымызды массамызға құйып, алдыменен осылай баяу миксерімізді қоспай жай араластырып аламыз. Кейін миксерімізді қосып, барлығын біркелкі массаға келіп, қамырымызды дайындаймыз. Мінекей осыменен біздің пирогымыздың қамыры дайын. Енді өзіміздің торт пісіретін ыдысымызға құйсақ болады. Менде 24 сантиметрлік болды. Астына қағазымызды төсеп дайындап, кейін үстіне осылай барлығын біркелкі етіп жайып аламыз. Бірдей жайлу үшін осылай қолдарыңызбен жай ғана айналдырсаңыздар, жан-жағына да барлығына бірдей болып жайылады. Енді үстіне біз өрігімізді салуымыз қажет. Ол үшін біз тастарынан тазалап, кейін дәл осы видеодағыдай турап аламыз, әзірлеп. Дайын болған өрігімізді қамырымыздың үстіне салып шығамыз. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша әсемдеп салсаңыздар болады. Мен жай ғана осылай дөңгелек қылып айналдырып салып шықтым. Енді пирогымызды өзіміздің пешімізде 180 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Пирогымыздың піскенін осындай таяқшалар арқылы қарасаңыздар болады піскенін. Осыменен біздің пирогымыз дайын болды. Енді пышағымызбен осылай ыдысынан ажыратып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздер міндетті түрде жасап көріңіздер бұл пирогты. Осыменен біздің пирогымыз дайын. Енді үстіне өздеріңізге қарай әсемдесеңіздер болады. Мен қант ұнтағын үстіне сеуіп шықтым осылай. Осыменен біздің пирогымыз дайын болды. Өте нәзік, өте жұмсақ болып әзірленеді. Және дәмі де өте керемет. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің осы видео рецептімді толықтай көріп, арнама тіркеліп, лайк, комментарий басуды ұмытпаңыздар. Және де төмендегі қоңырауша белгісін басып кетіңіздер. Сол кезде менің салған видеоларым ең алғаш болып сіздерге көрінетін болады. Алдағы уақытта да сіздермен жаңа видеолармен оңай әрі дәмді тағамдар түрлерімен бөлісіп тұратын боламын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай пирогымыз өте дәмді болып шықты, өте нәзік болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Баршаларыңызға рахмет, ас болсын.